Лисаков қаласы әкімдігі білім бөлімінің мектеп-гимназия коммуналдық мемлекеттік мекемесі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Мұрат Сұңқар. Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі мен әдебиет сабағы 9 сынып, 1 бөлім 10 сабақ. Сабақтың тақырыбы орта ғасыр түркі тілі, ғылым тілі. Оқу мақсаттары. Әлеуметтік қоғамдық тақырыптар аясында айтылған сөздер мен термин сөздердің мағынасын түсіну, коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу. Осыған жарай сабақтың мақсаттары: жаңа сөздермен танысу, тірек сөздердің мағынасын түсіну және негізгі ойды тезис түрінде жазу, оқыған, тыңдаған мәтіннің негізіне сүйеніп, диалог құру. Балалар, сабағымызға байланысты жаңа сөздер: ата заң, бақ, дәулет, ақыл, парасат, қанағат, ынсап. Ата заң, бақ, дәулет, ақыл, парасат, қанағат, ынсап. Берілген жаңа сөздерді сөздік дәптеріне жазып алыңдар. Осы тақырыпқа байланысты келесі тапсырмамыз: тыңдалым, жазылым. Ол үшін қазір оқылатын тыңдалымды мұқият тыңдап аламыз. 9-10 сабақтар. 6 тапсырма. Орта ғасырда тұңғыш энциклопедиялық сөздік құрастырған ғалым Махмұд Қашқари. Ғалым Дивани лұғат ат-түрік атты түркі тілдерінің сөздігін жазды. Орта ғасырларда Ұлы Жібек жолының ықпалымен түркі тілі халықаралық тіл деңгейінде қолданылған. Ғалымның сөздігі түркі тілдерін танытуға арналған. Осы еңбегі арқылы Махмұд Қашқари адамдарды өнер-білімге, әдептілікке шақырған. Тұңғыш рет түркі халқының географиялық картасын жасаған. Ал Жүсіп Баласұғынның есімі әлем тарихында Құтадғу Білік дастаны арқылы қалды. Жүсіп Баласұғын осы дастаны үшін хан жарлығымен Хас Хажиб немесе Ұлы Кеңесші деген атқа ие болды. Құтты Білік дастаны ата заң қызметін атқарған. Дастанның басты идеясы 4 принципке негізделген. Біріншісі, мемлекетті дұрыс басқару үшін әділ заңның болуы. Екіншісі, бақ дәулет. Үшіншісі, ақыл парасат. Төртіншісі, қанағат ынсап. Құтты Білік әлем тарихында өзіндік орны бар еңбек. Мәтінді мұқият тыңдадық. Осы мәтін бойынша тірек сөздердің мағынасын түсіне отырып тезис жазу, ғаламтордан қосымша ақпараттардан сілтеме көрсету. Мәтінге байланысты тірек сөздер: сөздік, халықаралық тіл, географиялық карта, Ұлы Кеңесші, лауазымы, ата заң, бақ дәулет, ақыл парасат, қанағат ынсап. Осы тірек сөздерге байланысты сендер өз ойларыңды тезис түрінде жазасыңдар. Мысалы, мен сабақта сөздік қолданамын. Бұл сөздік деген сөзге байланысты жазылған түсіндіру сөйлемі. Тапсырма бойынша дескрипторлар: мәтінді мұқият тыңдайды, берілген тірек сөздер арқылы тезис жазады, ғаламтордан қосымша ақпарат алып сілтемесін көрсетеді. Келесі тапсырмамыз балалар: айтылым, жазылым тапсырмасы. Оқулықта 7-ші тапсырма. Диалог құрастыру. Оқыған, тыңдаған мәтін мазмұнына сүйеніп, орта ғасырдағы жазу мәдениеті мен ғылымның дамуына қатысты диалог құрастырып дәптерге жазамыз. Мысал ретінде, орта ғасырда ғылымның дамуына үлес қосқан ғалымдарды білесің бе? Я, білемін. Бұл мысал ретінде көрсетілген нұсқа. Сендер өз ойларыңша басқада жолмен бастауға болады. Немесе осы басталған диалогты ары қарай жалғастыруға болады.
Тапсырмаға байланысты дескриптор. Тақырыпқа қатысты диалог құрайды. Сөз әдебі ұрамдарын қолданады. Диалогты өздік етістіктерді пайдаланады. Диалог құрастырған кезде өздік етістіктерді пайдалансаңдар, қосып өтсеңдер, тапсырмаларың одан да жақсы болады. Балалар, сабағымызды қорытындылайық. Соған байланысты берілген сұрақтарға жауап беруге тырысамыз. Бүгінгі берілген тапсырмалар бойынша, сабақ бойынша саған не қиын болды? Қай тапсырма саған ұнады? Сен нені үйрендің? Саған не түсініксіз болды? Осы сұрақтар бойынша жауап қайтаруға тырысамыз. Балалар, назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.